Ауған соғысы 1979-1989 жылдар аралығында болған. КСРО қарулы күштерінің Ауғанстанға басып кіріп, оның ішкі істеріне қол сұғу салдарынан тұтанған соғыс. КОКП және КСРО басшылығы Ауғанстандағы 1979 жылғы сәуір төңкерісі нәтижесінде билікке келген халықтық демократиялық үкіметті қолдап көршілес елдің социалистік бағытымен дамуын көздеп, интернационалдық әскери жәрдем береміз деген желеумен оның ішкі істеріне араласты. 15 ақпан Ауғанстан жерінен кеңес әскерінің шығарылған күні. Сондықтан Қазақстанның жер-жерінде бұл күн ескерусіз қалмайды. Жыл сайын елімде өткен боздақтарды еске алып, ардагерлерге құрмет көрсетіледі. Қаламыздағы Шанин атындағы драма театр атаулы датаға орай жазушы Мархабет Байғұттың «Бостарға ұясы» атты драмасын қояды. Қойылымдағы рөлдерді сомдаған артистердің шеберлігі соншалықты көрермендердің көзіне жас үйілдіреді.